Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін үйдегі бар затпен дайындалатын және жұмсақ дәмді болып шығатын торт пісіреміз. Қажетті заттар тізімін видеоның соңында қалдырамын. Алдымен ыдысымызға жұмыртқаны салып, венчикпен араластырамыз. Үстінен құм шекерді салып, жақсылап араластырамыз. Сіздерге осы тортты міндетті түрде жасап көруге кеңес етемін. Өте тез дайындалады. Сұйық майды құйып араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды және қопсытқышты салып, бір келкі масса болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Енді дайын болған массаны үшке бөліп, пергамент қағазына салып, 200 градуста қызып тұрған пешімізде 7-10 минут шамасында алтын түсті болғанға дейін пісіреміз. Осылай өзімізге қажетті дөңгелек мөлшердегі форманы береміз және шетінде қалған кождарын торттың бетін сәндеуге алып қоямыз. Жұмсақ болып пісіп шыққан кожымызды осылай шанышқының көмегімен тесіп аламыз. Креміміз жақсы сіңу үшін және өзіміздің қалаған кремді қолдансақ болады. Мұнда сгущенканы қолдандым. Осылай торттың бетіне барлық жеріне тиетіндей етіп жағып аламыз. Әрбір кожды дәл солай шанышқының көмегімен тесіп алып, сгущенканы жағамыз. Шетінде қалған кождарын ұсақтап торттың бетіне сеуіп сәндеп аламыз. Бұл торттың бір ерекшелігі, бұны тоңазытқышқа салып, бірнеше сағатқа қалдырудың қажеті жоқ. Жасап болып, отбасыңызды қуантып, лезде жей беруге болады.